Неге витаминдер сіңбейді? Қанша витамин ішсең пайда жоқ. Обидно, қымбат, түсініксіз. Не істейміз? Қарастырайық, неге витаминдер ағзаға сіңбейді. Витаминдердің тағамдық, минералдық ағзадағы жолдар. Олар витамин ауыз арқылы енеді, асқазан, ішек және қан арқылы жасушаларға тарайды. Егер сіздің көрсеткіштеріңіз өспесе немесе жай өссе, онда осы жүйенің бір жерінде ақау бар. Витамин сіңірілмеуінің 3 негізгі себебі бар. Біріншісі, асқазан сөл қышқылдығының төмен болуы. Гипоацидоз. Бұл кезде темір, цинк, магний, кремний және белок төмендейді. Екіншісі, өтте застой және майлардың сіңірілмеуі. Өт ол сұйықтық, оның көмегімен майлар мен майда еритін дәрумендердің ағзаға сіңірілуі жүреді. Өт қоюланып, яғни застой болғанда Д, А, Е витаминдерінің дефициті болады. Құрғақ тері және депрессия басталады. Гормоналды бұзылыс болады. Қаншама қымбат майлар мен жеген авокадоңызды, грубо айтқанда, просто так туалетке ағызып жібересіз. Үшіншісі, ішек микрофлорасының бұзылысы. Ішек қабырғасының қабынуы. Ішектің тітіркену синдромы, сибір, паразитоз. Мұның барлығы В1, В2, В6, В12 және С витамині, никотин қышқылы мен фолик қышқылының сіңбеуіне алып келеді. Не істейміз? Ең алдымен ас қорытуды ЖКТ-ны қалыпқа келтіруіміз керек. Өттің ағымын реттеуіміз керек. Асқазан сөл қышқылдығын реттеуіміз керек. Ішектерді тазалауымыз керек. Және де дұрыс тамақтануды қолға алуымыз керек. Жақындарыңызға жақсылық ойласаңыз, осы видеомен бөлісіңіз.